Күн өте ыстық болып, сіз бірнеше стакан су іштіңіз. Туындаған қажеттілік үшін бір-біріне ұқсайтын, осыған жауап беретін екі ұқсас мүше қадағалайды. Олар ағзадағы су мөлшерін реттеп отырады, қандағы соңғы өнімдерді шығарып және ағзаға қажетті витаминдер мен гормондарды қашан қалыпқа келтіру керек екенін біледі. Бұлардың негізгі қызметі ағзадағы соңғы өнімдерді шығару. Бүкіл денеміздегі 8 литр қан осы бүйректеріміз арқылы күніне 20-дан 25-ке дейін өтеді. Бұл дегеніміз біздің бүйректеріміз бір тәулікте 180 литрге жуық қанды сүзіп өзіне өткізеді. Сіздің қаныңыздың құрамы әрдайым сіздің жеген тағамыңызға байланысты өзгеріп отырады. Сол себепті біздің бүйректеріміз тоқтаусыз жұмыс істеуі керек. Қан бүйрекке артериялар арқылы өтеді. Сол артериялар бүкіл бүйрек бойынша тармақтала келіп, ең кіші сосудтарға айналады. Ал бұлар ішкі құрылым бірліктерімен, яғни нефрондармен байланысады. Ал бүйректегі нефрондар саны миллионға жетеді. Бұлар қанды тазартатын фильтрлар мен датчиктерді тұрады. Міне біз осы жерден бұл жүйенің қаншалықты жіңішке әрі нақты екенін біле аламыз. Қанды тазарту үшін әр нефрон екі өте мықты құралды пайдаланады. Оның бірі шар тәрізді шумақ, екіншісі ұзын созылыңқы келген трубка канал. Шумақ каналға тек арнайы заттарды өткізеді, мысалы, минералдар мен витаминдер. Әрі қарай түтікшелер қызметі бұл заттардың ағзаға қажет не қажет еместігін анықтау. Егер керек болса, бұлар қайта қанға ену үшін белгілі бір мөлшерде сіңіріледі. Бірақ қанға тек қажетті заттар ғана болмайды, сонымен қатар шығарылу өнімдері де болады. Ал нефрондар олармен не істеу керек екенін шешуі керек. Канал ағзаға қажет емес заттарды анықтайды. Мысалы, нәруыздардың ыдырауынан кейін қалған несебнер және де оны ағзадан шығаратын екі ұзын түтікше мүше, яғни несеп ағардан соңғы ыдырау өнімдері шығарылады. Каналдардың ішіндегі өнімдер қуыққа өтеді, ал қуықтан олар мәңгіге ағзадан шығады. Несебнер құрамында су болады. Егер бүйрек несебнер құрамындағы су мөлшерінің артып кеткенін байқаса, мысалы, сіз тоқтамай бірнеше стакан су ішкен кезде, бүйрек артық суды ағзадан шығарылуға жібереді. Ал керісінше су мөлшері азайып кетсе, бүйрек суды қайта қан құрамына жібереді. Сол себепті несебнер құрамында су мөлшері аз болса, зәр түсі сары болады. Егер сіз аз мөлшерде су ішсеңіз, бүйректеріңіз су мөлшерін реттей отырып, бүкіл ағзаға су мөлшерін қадағалайды. Бірақ бұнымен бүйректердің атқаратын қызметі шектеліп қоймайды. Бүйрек ренин гормонының секрециясы үшін D витаминін пайдалана алады. Ал бұл гормон қан қысымын көтереді және де екінші гормон құрамында қызыл денешіктердің санын көбейтетін эритропоэтин үшін пайдаланылады. Бүйрексіз біздің ағзамыздағы су мөлшері біздің бақылауымыздан шығып кетер еді. Біз әр тамақтанған сайын біздің ағзамызда тазартылмаған заттар кіреді. Біздің ағзамызда тазартылмаған заттарға толып өлетін еді. Нақтырақ айтқанда, біздің бүйректеріміз бүкіл ағзадағы керексіз заттардың шығарылуын ғана қамтамасыз етіп, біздің өмір сүруімізді бақылап отыр. Сол себепті бұл ғажайып бүйректердің бір ғана емес екеу болғаны қандай жақсы.